көңіліңіз қалатын себебі сіз жақсылықтың жауабын күтесіз. Кім жақсылықтың жауабын күтсе, мейлі баладан, мейлі енесінен, мейлі досынан, мейлі бастықтан, өкіметтен күтсең, онда сенің ісің солай болады. Бәрі саған жақсылығыңа жамандық деп, соңын өлгенше өкпең басым етеді бұл өмірде. Мен бәріне жақсылық қылғам, мен бәріне жасағам, бәрі маған қарамады деп, осы өксік көпшілігіміздің басымызда бар. Неліктен? Өйткені біз жауап күткенбіз. А мұсылмандар не істеу керек? Аллах Тағала пайғамбарға айтты, жақсылықтың жауабын сіз тек қана Құдайдан үміт етесің. Алла ғана маған береді десең, мысалы енеңе сен жақсылық істеп жатсың, енең саған бүйтіп сәлем салу ғана қалу керек болады. Саған жақсы қарау керек. Менің келінім дегенді күтесің сен. Жоқ, сен күтпе. Бүйтіп қарайсың, жасай бересің. Күйеуді туып берген анасы, одан кейін Құдайдың бұйрығы, осы нәрсе үшін жасай бересің. Жауап бере ме, бермей ме, жақсылық қайтармай ма, ол оның шаруасы. Құдайдан үміт еткен адамдардан үміт етпейді. Мысалы, мен отырмын, кімге не жамандық істедім? Отырмын, аузына келгенде құсып отқандар бар. Не үшін айтқанын өзі білмейді. Білсе де, мен саған көрсетемін, шықшы бері қарай, мен қазір тауып алып сені бері шығарып төсім, мен нем қалады, ол кім болады. Мен де біреу, күнәмді біреу көтеру керек. Көтерсін, алхамдулилля, қияметтің күні ол өкініште болар, бізге Алла мәселесін береді. Қайырын. Сондықтан оған мән берме. Сен оны емес, беліңнен шыққан, өліп, талып, аузына тамақ тыққан балаңның өзі саған қарамай кетуі ықтимал. Ешкім айдамайды, сіз ойлайсыз. Менің балам ондай болмайды. Ана қарттар үйіне барсаңыздар, қарттар үйіндегілер тап солай ойлаған. Маған жаманшылық болмайды. Мен бәрі жақсы, менің балам деп өткен. Сол баласы оны қарттар үйіне барып тастады. Неге? Өйткені ол Құдайдан кім нені жоғары қояды, сол нәрсемен сен сыналасыз. Менің қызметім, мен осы кресломды ешкім тартып алмайды десең, тартып алады, сол креслода жан бересің сен. Сондықтан еш нәрсе Құдайдан жоғары қоймаңыздар. Құдай өзі берді баланы, өзі ала алады. Дүниені саған өзі берді, өзі тартып алады. Құранда Аллах Тағала وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ деген аят тұр. Мен сендерге дүние берем, дүниені қайтып алам, денсаулық берем, денсаулықты алам, егіндер берем, егіндеріңді қайтып алам, байлық берем, байлығыңды тартып алам, қызмет берем, қызметтен түсесің. Осымен сабыр сақтағандар жеңеді. Сүйінші айт дейді Аллах Тағала. Кімге? Сүйінші болсын, сабыр еткендерге. Ол Алланың қолында, жаным. Сен ана менің күйеуім деп өліп таласың, сол күйеуің тоқал алам дегенде сенің махаббатың бітеді. Или әйелім дейсің, әйелің сенің көзіңе шөп салғанда мәселең бітеді сенің. Сондықтан Құдайдан жоғары қоймаңыз еш нәрсе. Бірінші и последний орында Құдай болады сізде. Сонда қалған нәрсе соның маңайына жиналады. Ал енді сіз адамға жағу үшін, анаған жағу үшін, мынаған жағу үшін, осылар үшін істеймін десең, ол басыңа қайғы, қасірет, ауыртпаш. Соның ғана жаманшылығы көп, сенікі ғана жақсылық көп тұрады. Жер бетінде бәріміз көп адам солай істейді. Бәріміз инстанция. Маған ешкім жетпейді екен дейміз ғой. Мен елдің бәріне жақсылық жасаймын. Почему елдің бәрі маған жамандық жасайды? Неге? Сондай жер бетінде адам жоқ па сенен басқа? Жоқ, сіз өзіңізге сондай планка қойып алғансыз. Елдің бәрі сендей болу міндетті емес. И болмайды да. Сіздің беліңізден шыққан бала да сендей бола алмайды. Өйткені оның өзінің жеке өмірі бар, жеке тірлігі бар. Сізбен жұмысымыздың жұмысымызда. Біздің жұмысымыз адал тамақ тауып беру, жақсы білім беру, тураны көрсету, арамды көрсету, жамандықты көрсету. Болды. Осымен сіздің миссияңыз бітеді. Біз оны өлгенше менің айтқаным болады дейді. Болмайды ешқашан. Балам менің, балам. Тырнақ ұзын бір әйел алады ол. Сол тырнақ ұзын әйелге тырнағымен бүйтіп орып жіберген кезде балаң бүйтіп айналып түседі. Немесе қызың, айырмашылығы жоқ. Сондықтан сіз Құдайдан үміт етіңіз, балаңызды оқытыңыз, тәлім беріңіз, тәрбие беріңіз, астауды көрсетіңіз. Мынау астау өзі ішеді. Жүрегіне салып беру, иманды көрсетіп беру сізбен біздің міндет. Мына тамақ жақсы тамақ, мына іш дейсің, ол өзі шайнап, өзі жұту керек. Бірақ атаң қазақ айтады, шайнап берген ас болмайды дейді.